жәбірленушінің өкілдері. Отырып сөйлеген соң, құрметті сот, мен текст. Құрметті сот, сотқа қатысушылар, бүгін енді қоғамда үлкен резонанс болған қылмыстық іс аяқталды. Бір өкініштісі, қайталаудың қажеті жоқ. Мен қысқайтам, құрметті сот. Бір өкініштісі, қазір Қаржаубайды кінәлап жатыр. Егер Қаржаубай сөйтпегенде, битпегенде деп. Ал Қаржаубайға дейін сіздер келмегенде сол төбелес болар ма еді. Біздің қоғамның қазір бұл істі бақылап отқанын бәріміз көріп отырмыз. Бұл сотталушылар мен жәбірленушілердің арасындағы ғана іс емес. Бұл біздің қоғамның күнделікті болып жатқан, күнделікті бетбұрысқа әрекет етуге жасалынған қадам деп ойлаймын. Шерзат қайтыс болды. Бұл небәрі 16 жастағы бала. Сіздердің біреуіңізге, тобыңызға емес, біреуіңізге қарсылық келтіре алмайтын бала еді. Бірақ сіздердің бойларыңызда мен ешқандай өкініш көріп отырған жоқ. Өкініштісі өзімнің әріптестерім де осы жерде сол Шерзаттың баласының тәрбиесі дұрыс емес болды деген ретті айтты. Біз аға буынбыз. Әрбір сөзімізге жауап беруіміз керек. Шерзат өзі барып пышаққа соғылған жоқ. Сондықтан факт, адам өлді. Оны баяғыда Тауке ханның кезінде де қанға қан, жанға жан дейінген. Бұл нені білдіреді? Біз бұларды кінәсіз сотталып кетуін қалап отқан жоқ ешкім. Қаржаубай сіздерді жазықсыздан жазықсыз сотта деп отырған жоқ. Қаржаубай өзінің баласын жоқтап жүр. Бірақ бұған ешқандай жауап болмайтын болса, бұл қылмыс ары қарай да жалғаса береді. Түптеп келгенде сіздер өздеріңіздің болашақтарыңызды қорғау керексіздер. Жауапкершілік ала білу керексіздер. Қараңыздар, мына бала өмір сүруге құқы балдығы. Біз сіздердің осы күнге дейін шыны керек қаншама журналистер келді. Неге ешқайсысы мойындамайды деп. Мен айттым, әлі мүмкіндіктері бар. Соңғы сөзге дейін кейбіреулер күнәларын мойындайтын шығар. Мына пышақтың 9 сантиметрлік бәкі 12 сантиметр кірді деген сөз, ол бар күшімен кіргізілді деген сөз. Барлықтарыңыз мойындап отырсыздар. Қылмыскер араларыңызда екенін біліп отырсыздар. Бірақ мен емеспіз деп отырсыздар. Ондаша не үшін бір-біріңізді қорғап отырсыздар? Яғни барлықтарыңыз да кінәлісіздер. Егер мен Әскентайға өткенде сұрақ қойдым, сол күні сен Нұрболды шақырмай, Нұрбол өз кезегінде басқа балалар шақырмағанда төбелес болар ма дегенде сен жауап бердің маған. Жоқ, болмас еді деп. Ендеше неге қазір адам өлі фактісіне Қаржаубайдың өздерін кінәлап отырсыздар?